Сәлеметсіздер ме? Менің Салтанат Нұреке қызы каналыма тіркелген көрермендерім, қош келдіңіздер. Жаңадан келіп жатқан мен тіркелген подписчиктеріме де қош келдіңіздер деймін. Мен бүгін сіздерге жаратылыстану пәні бойынша 2 сыныптағы БЖБ жұмысын ұсынамын. Құрметті көрермендерім, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып қойыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Енді мен бүгінгі жаңа айтып өткендей жаратылыстану пәні бойынша БЖБ жұмысын ұсынамын. Бұл 2 сыныптағы жанды табиғат, оның ішінде адам туралы және заттар және олардың қасиеттері бөлімдері бойынша жиынтық бағалау алдым. Бұл жиынтық бағалауда менде 2-2-3-1 адамның тірек қимыл жүйесі туралы және екінші оқу мақсатымыз 2-2-3-3 бұлшықет туралы, и үшінші оқу мақсатымыз 2-3-2-3 ауаның кеңістікті толтыру қасиетін және жылу өткізгіштік қасиетін зерттеу туралы осындай 3 оқу мақсатын алдым. Бірінші тапсырма жаңа айтып өткендей тірек қимыл жүйесін анықтауға беріледі. Бірінші балалар сұрақтарға жауап жазады. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мына жерге қаңқа ағзада қандай қызмет атқарады деген сөз ғой. Сол сұраққа адамның қаңқасының негізгі қызметі қандай екенін бала жазу керек. Мына жерде мысалы қаңқа ағзада тірек және қорғаныш қызметін атқарады деп жазу керек. Сонда балаға оңай болу үшін мына сызықшаның үстіне біреуіне тірек деп жазады, біреуіне қорғаныш қызметін деп айтады. Бұл жерде тірек деген сөз үшін 1 балл алады, қорғаныш деген сөзді жазған үшін 1 балл алады, 2 балл. Келесі, қаңқа сүйектері өзара қалай жалғанады деген бір сұрақ, одан 1 балл алады. Бұл жерде былай жазу керек. Мына жерге бос жерге жазу керек. Қаңқа сүйектері өзара қозғалмалы буындармен жалғанады деп жазу керек. Бұл жерде 1 балл алады. Сонда бірінші тапсырма сұрақтарға жауап беру бойынша бала 3 балл алу керек. Келесі, мынандай сурет бердім. Сүйектерді тап және көрсетілген түспен боя. Бірінші қызыл түспен қол және аяқ сүйектерін боя. Міне қызыл түспен қолды және аяқты бояйды. Жасыл түспен жамбас сүйегін бояйды. Көк түспен омыртқа сүйекті бояйды. Омыртқа сүйекті мына жамбаспен жалғасып келе жатады, ана төс сүйекке дейін бояйды. Төс сүйекті боямау керек және мынау мойында көріп тұрған омыртқаны бояу керек. Осылай бояған жағдайда бала 1 балл алады. Осы сурет бойынша 3 балл беремін. Сонымен 6 балл болды, иә. Келесі тапсырма бізде бұлшық еттерге беріледі. Бұлшық еттер неге бекітілген деген сұраққа мына жерде 1 балл алады. Бұлшық еттер сүйектерге бекітілген. Келесі, бұлшық еттер ағзадағы мына әрекеттердің қайсысына көмектеседі? Бұл оқулықта бар осындай тапсырма. Содан алдым. Бұлшық еттер бізде тыныс алуға көмектеседі. Бұған осыны белгілеу керек. Ыстықтауға көмектеспейді, оны белгілемейміз. Қабақты түюге көмектеседі. Яғни біз қабағымызды түйген кезде біздің бұлшық етіміз қозғалады. Осыны белгілеу керек. Ойлануға көмектеседі дегенді белгілемеу керек. Осы 4 жауап нұсқасының екеуін белгілеу керек. Сонда 2 балл алады. Енді ең соңғы тапсырма, қысты күні торғайлардың қауырсындарын үрпитіп отырғанын байқаған боларсың. Олар неліктен осылай қауырсындарын тек қыста ғана үрпитіп отырады деген сұрақ қойдым. Себебі құстың қауырсынының деп тастап кеттім. Балалардың көбісі жазды, мен бұл видеоны, бұл БЖБ-ны алып алдым. Қауырсынның арасында ауа бар, ал ауа жылуды нашар өткізеді, яғни торғайдың өзінің денесіндегі жылуын сыртқа шығармайды. Сырттағы суықты торғайдың денесіне ішіне қарай өткізбейді деп жазып береді деп ойладым. Менде өте жақсы талантты оқушыларым, жақсы оқушыларым жазып берді, бірақ бірнеше оқушым жаза алған жоқ. Бұл БЖБ-ны мен алып алғам. Міне осындай тапсырма. Енді бұл жерде бағалау критерийі былай. Бірінші адамның тірек қимыл жүйесіне бердім ғой, жаңа бірінші бағалау критерийі. Онда қаңқаның тірек қызметін атқаратын жазса 1 балл береміз, қаңқаның қорғаныш қызметін атқарса 1 балл береміз. Келесі, қаңқаның өзара сүйектері қалай өзара жалғанғанын білетін болса, қозғалмалы буындармен жалғанады деп жазып берсе, онда 1 балл береміз. Бұл бірінші тапсырма бойынша. Екінші, бояу туралы, жаңағы суретте бояу керек болды ғой. Ал аяқ қол сүйектерін қызыл түспен бояп берсе 1 балл береміз. Жамбас сүйекті тауып жасыл түспен бояп берсе 1 балл береміз, және омыртқа сүйекті тауып оны көк түспен бояп берсе 1 балл береміз. Бұлшық еттерге қатысты. Бұлшық еттер сүйектерге бекітілген деп бос орынға жазып берсе 1 балл береміз. Және бұлшық еттің атқаратын қызметі, жаңағы тыныс алуға көмектесетінін көрсетсе 1 балл береміз. Бұлшық еттің қабақты түюге көмектесетінін көрсетсе тағы 1 балл береміз. Және ең соңғы ауаның кеңістікті толтыру және жылу өткізгіштік қасиетін білетін болса, онда бала жазып береді. Құстың қауырсынның арасында ауа бар екенін жазады. Ауаның арқасында құс өз денесінің жылуын сақтайды деп, енді баланың қалай тілі жетеді, қалай қабылдауға болатын жауап нұсқасын көрсетсе, онда біз ол жауапты дұрыс деп қабылдаймыз. Кейбір балалар жазып қойыпты, ауа жылуды нашар өткізеді деп жазып қойыпты. Ол жауапты да мен дұрыс деп қабылдадым. Міне осындай БЖБ жұмысын жасап сіздерге ұсынып отырмын, пайдаланыңыздар. Егер осы мен ұсынған БЖБ-ның Word нұсқасы қажет болса, маған хабарласыңыздар, мен телефон нөмірімді қалдырып кетемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.